Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын духовкада пісірілетін таңғы ас дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз печкамызды 200 градуста алдын ала қыздырып алатын боламыз. Содан соң ыдысымызды майлап алып, астынан пияз қойып шығамыз. Пиязбен өте дәмді болып шығады. Бұл таңғы ас бізде 2 адамға арналғандықтан мен 4 жұмыртқа салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салатын боласыздар. Және де шұжық, сосын ірімшік салдым. Қызыл бұрыш, тұз салып, бетінен зерен салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша содан соң 20 минутқа духовкаға жіберетін боламыз. Мінекей біздің дәмді, өте қош иісті таңғы асымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.